Бір күні Қожанасыр бір баймен жанжалдасып, ханның алдына жүгінуге бармақшы болады. Бай сыйлық беріп, хан байдың сөзін сөйлейтінін сезген қожа, ханның алдына қойнына бір үлкен тасты салып барады. Хан екі жағының да арызын тыңдап болып, енді үкім айтуға кіріскенде, қожа жөткірініп қояды. Хан бұрылып, қожаның бетіне жалт қарайды. Сонда қожа ханға жұдырығы мен қойнын көрсетеді. Ханның көзі Қожанасырдың қойнына түседі. Өйткені Қожанасырдың жан қалтасы біраз қомақты болып, томпайып тұр екен. Хан Қожанасырдың қойнына көп алтын бар екен деп дәмеленеді. Менің сөзімді сөйлесең, осы алтынды саған берем деп тұр екен деп ойлайды. Сондықтан хан сөзді салмақтай келіп, Қожанасырдың арызын дұрыстайды. Үкімге риза болмаған бай ашуланып кетіп қалады. Кеткен соң хан күлімдеп, Қожанасырды жанына шақырып алады. Ал қожеке, маған ризасың ғой. Байды саған жығып бердім. Енді қойныңдағы алтыныңды бер, дейді. Тақсыр, мен сізге алтын көрсеткенім жоқ қой. Менің қойнымдағы алтын емес, тас еді. Деп қожа қойнындағы тасты алдына тастай береді. Сен маған билік айтарда көзіңді қысып, қойныңды көрсеттің. Ол не дегенің еді? Деп сұрайды хан. Уа, тақсыр, менің қойнымды көрсеткенім хан әділ билік айт. Әйтпесе мұна таспен ұрып жығам. Дегенім еді, дейді қожа.